Қадір түні аса қадірлі түн, өйткені араб тілінен алынғанда қадірлі түн, құдіретті түн, маңызды түн деген мағыналарды білдіреді. Бұл түн басқа түндерден орны ерекше. Өзге түндерде жасалған ғибадаттар оған жете алмайды. Сондықтан атына заты сай қадір түні деп аталған. Бұл түнде жаратылыстардың тағдыры белгіленіп, келесі қадір түніне дейінгі болатын адамдардың ырзық несібелері, өмір өлшемдері секілді маңызды оқиғалар Алла тағала тарапынан періштелеріне аян болады. Рамазан айы келгенде пайғамбарымыз ораза айы келді, онда 1000 айдан қайырлы қадір түні бар. Кімде-кім сол түннің сауабынан құр қалса, барша жақсылықтан мақұрым қалмақ. Мақұрым адам ғана оның сауабынан құр қалады деп жақсылыққа ұмтылуға шақырған. Құлшылық етіп сауапқа кенелуге ең ұтымды уақыт қадір түні. Ал ең қорқынышты түн адамның қабірде болатын түні. Қадір түнін құлшылықпен өткізу қабірдің жап-жарық болып нұрлануына жол ашады. Құран қадір түнінде түскен. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Ал Рамазан айының ішіндегі қадір түнінде Құранның түскендігі жайында Қадір сүресінің 1 аятында былай делінген. Шынымен де біз Құранды қадір түні түсірдік. Жәбірейіл және басқа да періштелер түсетін түн. Сол түнде Алланың әмірімен барлық істі реттеу үшін аспаннан періштелер және рух Жәбірейіл түседі. Бұл түні періштелер түсіп, жер бетінде береке орнайды, Алланың кешірімі нәсіп болады. Періштелердің жер бетіне түсуі қадір түнінің маңыздылығын білдіреді. Сол түні періштелердің көп болатыны мына хадисте білдірілген. Қадір түні Рамазан айының 27 немесе 29 түніне сай келеді. Бұл түні жерге түсетін періштелердің саны жер бетіндегі майда тастардан да көп болады. Періштелер мұсылман үмбетін аралап, қандай ғибадат жасағандарын, таң намазына дейінгі дұға тілектерін тыңдап, амал дәптерлеріне мол сауап жазып тұрады. Жамандық азаятын, құлшылық пен игі істер көбейетін түн. Тыныштық пен есендікке бөленетін, тозақ азабынан құтылатын түн. Бұл түнде таң атқанша Алла тағаланың сәлемі жалғасады делінген. Қадір түні 1000 айдан артық. Есептесек, 1000 ай дегеніміз 83 жыл 4 айлық уақыт екен. Демек, қадір түніндегі құлшылығымыз 83 жылдық ғибадаттың сауабына тең болмақ. 95 жылдық адам өмірін алсақ, оның 15 жылы балиғат жасы болып саналады, сонда толық 80 жыл өмір сүргені. Ендеше адам өмірінде бір қадір түніне дөп келу, бүкіл өмірін құлшылықпен өткізгендей сауапқа кенелтеді. Қате, кемшіліктер, күнәлар кешіріледі. Хадис шәріпте, кімде-кім қадір түнін артықшылығына сеніп, Алла тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі делінген. Қадір түні берекелі түн. Құранда Алла тағала, біз Құранды берекелі түнде түсірдік дейді. Қадір түні Рамазанның қай түніне тура келеді? Алла тағала бұл өмірді сынақ ретінде жаратқан. Сондықтан да өмір ішіне өлімді, адамдар арасына әулие құлдарын, дұғаның қабыл болатын сәтін жұма күннің белгілі бір уақытына жасырған. Осы ретпен Рамазан айының қай түні қадір түні екенін де ашық білдірмеген. Қадір түнінің нақты қай түн екенін тек пайғамбарымыз ғана білген. Алайда әр істі белгілі бір хикметпен жарататын Алла тағала пайғамбарымызға оны ұмыттырған. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі, түсімде қадір түні маған білдірілді. Бірақ жақындарымның біреуі мені оятқанда, жаңағы уақытты сол мезет ұмытып қалдым. Оны Рамазанның соңғы 10 күннің ішінен іздеңдер деген. Жалпы алғанда, бұл хадистер Рамазан айының соңғы 10 күнде, оның ішінде тақсанды күндерде, тіпті айдың 27-сінде делінген. Бұл да пенденің Алланың разылығына жеткізетін істерді істеуге, түндерді іздеуге қызықтырады. Алайда мұсылманның тек осы күні ғана сауапты істерді істеп, басқа күндерді босқа өткізу жеткілікті деуге болмайды. Сол үшін де бұл түнді жазып қойған. Сондықтан мұсылман барлық күндерін осы қадір түні секілді біліп, маңызды санап, дұға тілекпен, құлшылықпен өткізсе, қадір түніне де дөп басуы мүмкін. Қадір түннің белгісі. Әбу ибн Кағб Алла елшісінен қадір түннің белгілері жайлы мынадай деректер жеткізген. Ол түн тыныш болады. Қатты ыстық я қатты салқында емес. Алла тағала кейбір адамдарға түсінде немесе өңінде білдіреді. Сол түннің нұрлы екенін көреді. Кейде жүрегіне осы қадір түні екендігі білдіріледі. Алла тағала барлығын білуші. Әбу Дәуд, қадір түннің таңында күн шуақсыз туады.
Көтерілгенге дейін бір табақ секілді болып көрінеді дейді. Қадір түндегі құлшылықтар. Қадір түнде жасалған дұға тілектер қабыл болады. Абдулла ибн Умардың риуаят еткен хадисінде Алла елшісі, мына 4 түні жасалған дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының ортасы, Бәраат түні, Қадір түні және айттың бірінші күні деген. Айша анамыз пайғамбарымыздан Қадір түні қалай дұға етемін деп сұрағанда, Алла елшісі, уа, Раббым, сен, әрине, кешірімдісің. Кешірімді жақсы көресің, мені де кешіре көр, деп дұға ет дейді. Алла тағала адам баласын өзіне құлшылық етсін деп қана жаратқан. Олай болса, 1000 түннен қайырлы бұл түнде түрлі ғибадат жасап, нәпіл намаз оқып, Аллаға жақындататын іс жасаған абзал. Расулалла, кім Қадір түннің артықшылығына сеніп, Алла тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Құран оқу, өзі үшін, әке-шешесі үшін, туған-туыстар мен барша мұсылмандар үшін дұға ету, күнәларынан тәубе ету, уағыз насихат тыңдау Алла тағаланың кешірімі мен мейіріміне апарар төте жол болмақ.